Бүгін біз сіздермен судың адам ағзасында қандай қызмет атқарады және де пайдасы мен зиянды жақтарын айтатын боламыз. Алдымен бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Жұқпалы аурумен ауырған кезде де көбірек ауыз су ішу ұсынылады. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтады. Әжімдердің пайда болуын әкеп соқтырады. Асқазанның дұрыс қызмет етуін қамтамасыз етеді. Сусыз ішек баяу жұмыс істейді. Сол себептен адамның іші жиі ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Оны дұрыс мөлшерде тұтыну жүрек ауруларының дамуын қаупін 41%-ға дейін төмендетеді. Адамның иммундық жүйесіне пайдасы үлкен. Суды аз ішетін адамдар әртүрлі ауруларға бейім болады. Тамақтанудан алдын 5-10 минут бұрын су ішсеңіз, сіздің тәбетіңіз жоғалады. Бұл арықтауға көмектеседі. Ағзада судың аз болуы бастың ауруына да әсер етеді. 2 стакан сұйықтықты ішсеңіз, бастың ауруы басылады. Күніне 2 литр су ішу керек дегенді ұмытыңыз. Адамның салмағына, физикалық белсенділігіне және өмір сүру салтына қарай әр адамның нормасы әртүрлі болады. Мысалы, 50 кг кісіге 1,5 литр су ішу қажет, яғни 1 кг-ға 30 мг. Оянғаннан кейін 1 стакан ішкен дұрыс. Содан соң тамақ ішер алдында 20-30 минут бұрын немесе тамақтанғаннан кейін 3 сағаттан кейін суды ішуге кеңес беріледі. Денсаулығыңызды жақсарту үшін шай, кофе, сүт, айран емес, тек қана таза суды пайдалану керек. Шыдап тұрудың қажеті жоқ. Бірден су ішіңіз. Су мидың жұмысын жақсартады. Организмдегі токсиндерді, тұзды шығарады. Қанның қоюлығын төмендетіп, еркін қан айналымын қамтамасыз етеді. Ағзадағы барлық орган және жүйені нәрлі заттармен және оттегімен қанықтыруға көмектеседі. Жылуды сақтай отырып, дененің қалыпты температурасын ұстауға да жәрдемдеседі. Су ас қорытуды қалыпқа келтіреді және организмге тамақты жақсы сіңіруге көмектеседі. Тұрақты салмақ пен белсенді зат алмасуын ұстап тұруға септігін тигізеді. Су шаштарыңызға жарқыл береді. Шаштараздар ұзақ жылдардан бері шашты жылтыр болуы үшін суық сумен бір шайып алуға кеңес береді. Шынымен де суық температура шашты тегіс әрі жылтыр ете отырып, шаштың түбін қатайтады. Бүйрек қызметін қалыпты күйде ұстайды. Біздің бүйрегіміз тәулігіне 1700 литр қанды тазалайды. Осылайша ағзамызға қажетсіз дүниелерді қуыққа жібереді. Ағзамызда сұйықтықтың қалыпты мөлшерде болуы бүйрекке өз қызметін дұрыс атқаруға көмектеседі. Ауырсынуды басатын қасиетке ие. Судың кішкене мөлшері ауырсынуды сәл де болса басуға көмектесетіні анық. Айтпақшы, буын ауруларында және бұлшықет ауырсынуларында негізгі себеп те ағзада судың жетіспеушілігінен болуы мүмкін. Судың зиянды жақтарын айтатын болсақ, аз мөлшерде су ішкен жағдайда бас ауруы, әлсіздік, зәр шығару кезінде қиындықтар туады. Тым ыстық қылдырып ішу, асқазан ойық жара немесе панкреатиттің басталуына келуі мүмкін. Суық суды ішуде зиян, өйткені ол асқазан мен ішек құрылысты салқындатып, біраз уақыттан кейін ауруға келуі мүмкін. Ауа райы ыстық болғанның өзінде жылы сұйықтық ішуге кеңес береміз. Достар, біздің каналымыз ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.
алдағы уақытта біз сіздермен қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз